Баршаңызға сәлем достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен пайдалы ақпараттар легін жалғастыратын боламыз. Бұл жолғы тақырып бала тәтті жей берсе деп аталады. Яғни бізде тәтті сыйлықтар мол, жаңа жылдық мерекеден кейін бұрынғы режимге оралу қиындау, балалар түгілі ересектерге де өзін бақылау және тамаққа шектеу қою оңай емес. Бала тамақтан бас тартып тәтті сұрай берсе не істеуге болады деген тақырып бойынша әңгімелесетін боламыз. Ал енді бастаймыз. Қызықтырмау, яғни бұл проблемадан арылудың ең оңай тәсілі үйде тәтті ұстамау. Біраз уақыт үйге мүлдем тәтті сатып алмаңыз. Бала сөрелерді, тоңазытқыштарды ашып қараған кезде ешқандай тәтті көрмеу керек. Ол тәуелділік тудырады. Бірақ егер ол рационында бірнеше күн болмаса, баланың оны жегісі келуі басылады. Екінші, тәттіден бірден бас тартпау. Егер балаға да өзіңізге де психологиялық ауыр болады десеңіз, тәттіге бірден тыйым салмаңыз. Алдымен оған шектеу қойып, мысалы күніне тек бір кәмпит немесе күні бойына 1-2 кәмпит деген секілді да. Үшінші, тұрақтылық таныту. Егер тәттіні рационнан алып тастаймын деп шешсеңіз, шыдамдылық білдіріп берілмеңіз. Баланың жылауы сізді жолдан тайдырмауы керек. Келесі, сен емес, тек біз деу керек. Яғни қантсыз диетаға баланың өзін ғана отырғызу мүмкін емес нәрсе. Ата-ана өз әрекетімен балаға үлгі беруі керек. Егер өзгерісті қаласаңыз, баламен бірге бастаңыз. Әйтпесе сізге тәтті болады, ал балаға болмайды дегенді қалай түсіндіресіз? Ал енді келесі, тәтті сусындардан бас тарту. Яғни дүкеннен біз неше түрлі шырындар мен газдалған сусындарды сатып аламыз. Оларды сатып алмауды азайту керек. Олардың құрамында қант мөлшері өте көп. Ал келесі, бірге пайдалы тамақ пісіру. Яғни ғаламтордан қазір YouTube желісінде мысалға неше түрлі жемістер мен жидектер қосылатын пайдалы тағамның қызықты рецептілерін табу керек, яғни ізденіс керек та. Бұл іске баланы бірге араластырып, баламен бірге істеп жасау керек. Бұл жұмыста бала жайлап, пайдалы және тәттілер неден тұратынын үйренетін болады. Ал енді тәтті жеу бұл тек балдарға қатысты емес, ересектерге де қатысты. Сондай тәтті дәмнен бөлінетін рахат сезімді айтып жеткізу мүмкін емес. Сондықтан шығар өмірімізде болып жатқан барлық жақсылықтар мен жайлылықты тәтті сезімге балап жатамыз. Қазіргі уақытта тәттінің түр-түріне қол жетімді. Оларды балалар да, ересек адамдар да жақсы көреді, және үлкені де кішісі де артық жеп қоюдан тайсалмайды. Алайда қант пен тәттілердің шамадан тыс көп пайдалану ол өз еркіңмен денсаулығыңды құрту қаупін тудыруы мүмкін. Тәтті балалық шақ алмастырушы, тәтті бақыт алмастырушы. Яғни көп адамдар стрессті жек қойғысы келеді. Қысылтаяң кезеңдерде шоколад немесе печеньені ауызға салып жеңілдеп қалады. Өйткені тәтті жеу кезінде ағзаның синтездеуінен бөлінетін серотонин бақытты заттегі болып саналады. Ол көңілді тыныштандырып, осы уақытқа дейін шешілместей болған проблема соншалықты қиын емес сияқты болып көрінеді. Ал енді достар, келесі кезекте диабет. Тәтті құмарлар диабетке шалдықпауы мүмкін емес сияқты көрінеді. Бірінші типтегі диабет генетикалық ауру және желінген тәтті мөлшері оның пайда болуына еш әсер етпейді. Ал жылдар бойы тәттіні шамадан тыс көп жеу екінші типтегі диабеттің тууына әсер етуі мүмкін. Тәтті құмарларда диабет пайда болуына дейін оның жаршысы гиполокемия сыр беруі мүмкін. Қан құрамында қант азаю салдарынан осы күйге ұшырайды. Бас айналу, әлсіздік, ашушаңдық белгілері мазаны алады. Бірақ тәтті жеген соң мұның бәрі ғайып болады. Бірақ уақыт өте келе жағдайы қайта нашарлап, тәтті жеуге құмартып тұрады. Осылайша диабетке ұшырау да қиын емес. Бірақ ашығын айтсақ, кейбір тәтті құмарлар қанша тәтті жесе де диабетпен ауырмайды. Бұл аурудың себебін ғалымдар әлі толық зерттеп біткен жоқ. Ал енді семіру жайлы айтатын болсақ, тәтті тағамдар құнарлы келеді. Салмасы бар, бір шоколадты конфетте шамамен 45 кальций бар. Бір плитка ащы шоколадта 538 кальций кремі бар. Бір тілім қабатты тортта 533 кальций бар. Әйел адамға күніне 2500 кальций, ал ер адамға шамамен 3000 кальций жеу жеткілікті болып саналады. Егер
біз тәттіден басқа 3 мезгіл бірінші, екінші тағамдар мен компот ішетінімізді ескерсек, бар жинаған калориямыз іш пен бөксеге жиналатынын айтпаса да түсінікті. Диетологтар қанты бар өнімдердің қосындысы күнделікті тамақ рационының 10% ғана қамтуы керек деп кеңес береді. Сонда ғана толып кету қаупі сізге төнбейді. Бірақ зат алмасу ерекшеліктерінің және көмірсуларды шаңқалап жіберетін ферменттердің күшейтілген белсенділігінің арқасында толмайтын адамдар бар. Сонымен қатар жинаған калорияны іске асыратын спортсмендер мен жер қазушыларды есептемегенде. Ал енді достар, тістерге көшейік. Көп адамдар тәттіден кариес пайда болады деп ойлайды және осы теорияны пайдаланып, балалардың кәмпит бермейтін аналардың санына сан жетпейді. Тісте өмір сүретін бактериялар қантты жерде немесе тістер арасында қалған тәтті тағам қалдықтарына тез көбейіп кететіні белгілі. Егер мұны осылай қалдыра берсек, әлбетте кариеске шалдығуына әбден мүмкін. Бірақ тәтті жегеннен соң тісіңізді шайып, алма немесе сәбіз жеп жіберсеңіз, тіс қыртылуының алдын аласыз. Ал енді басқа да аурулар. Рафинатталған қантты сіңіру үшін көп мөлшерде кальций мен В тобындағы дәрумендер қажет дейді ғалымдар. Тәттіні шамадан тыс пайдалану ағзада минералды тұздар мен амин қышқылдардың жетіспеушілігіне себеп болуы мүмкін. Тамақ рационында қанттың көп болуы сүйектеріңізді, қан айналымыңызды, тамыр мен буындарыңызды әлсіретеді. Ал В тобындағы дәрумендердің жетіспеушілігі жүйке жүйесіне әсер етеді. Қант өз бетінше ағзаға тікелей әсер ете алмайды. Бірақ оны өз көп мөлшерде пайдалану әлбетте зиян. Онымен қоса қант аллерген болмаса да аллергиялық реакция тудыруы әбден мүмкін. Тәтті ағзаға қажет. Мидың жақсы жұмыс істеуіне, жақсы көңіл күй үшін, ләззат алу үшін, энергия алу үшін. Сонымен қатар тәттілер қартаюдың алдын алады деген пікір де бар. Ал табиғи тәттілер бал, шоколад, қара өрік, мейіз сияқтылар антиоксиданттың негізгі болып табылады. Бірақ барлық жағдайда қалыпты мөлшерде қолдану ғана өз пайдасына келеді. Тәттіні жақсы көріңіз, өз-өзіңізді қадағалаңыз, шамадан тыс мөлшерде пайдаланбаңыз және тәуелділікке ұшырап жүрмеңіз. Сіздермен болған мен Дариға. Видеом пайдалы болса, маған тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетулеріңізді сұраймын. Тағы да пайдалы ақпараттар, пайдалы видеолар салатын боламын. Маған қолдау көрсетіп кетулеріңізді сұраймын. Рахмет.